деген сөз жазып алып кетіп тұрады үйден жаңағыдай көрнекілік дейден әліппеде әліппе кітабын көрсетемін. Отан деп қазір біз қорғауға әзірміз деген жер бар ғой, соның бәрінде отан деген сөз жазып алып кетіп тұрады. Ол ақта күйеуіменен туыспен жазамыз Ақбекке. Соның бәрі жаңағы балаларға ана ақмарлап айтып күштірген неге түсіріп алма сондай үйреніп дайындық классында. Сол бойынша жаңағы үйретіп мынаған қарайсыңдар, мынаған қарайсыңдар, мынаған қарайсыңдар, сол уақытта шалыспай айтасыңдар деп айтқызып шығардым. Сол кезде айтады ғой Айнапа, ой жарадың енді осы класты өзіңе берем деген. Содан мәз болып жүргенде бір күні ашық сабақ болды, соны ашық сабағына өткеннен кейін марқұм Өзер апай келді қасыма. Ол кісі екі тілді бірдей сөйлейді. Жаңағы орыс тілінен де берді ол кезде бастауышта. Сосын айналайын, мен пенсия жасыма жақындап қалып, сен жаңа келген ұстазсың, саған класс не керек, келесі жылы тағы аласың, мына классты мен аламын деді ол. Сосын енді ештеңе деген жоқ. Сосын Айнапаға барып ол кісі алдынан өтті де, маған бәрібір ғой енді кім баласы келсе деп тұрдым, жақсы жарайды деп. Содан кейін барып мына классты мен аламын деп Өзер апай барып сөйтті де, сіздер бірінші классқа алып кетті ағай. Мен сөйтіп 78-дерді қарсылап алдым ағай. Иә, сондай мына мерекелеріңіз сәтті өтсін, аман жетіңдер алыс жолдағылар үйлеріңізге. Иә, рахмет, құрметтеп шақырып жатқандарыңызға. Мынау жаңа алдарыңызда алыстан келіп отырған балалар бар. Ауылдың дәмі ғой, үйге шақырып та қонақ ете алмаспыз, бәрінің өз жайларында жүреді. Сондықтан ауыз жетсін деп алдарына қаймақпен қайнаған құрт әкелдік. Иә. Ерте таңертең келіп Ақмаралға айтамын ғой, сен мәшіне тап, Сарапай құрт қайнатсын, мен сиыр саламын деп. Сөйтіп бірлесіп алып келген дәріміз бар. Қош келдіңдер, содан алып келдік.